Сәлем достар, сіздермен Аниме KZ арнасы. Осы видеода Боруто және Наруто анимелеріндегі топ 10 персонаждарды айтатын боламыз. Ендеше біз видеоны көп созбай, арнаға тіркеліп, лайк қойып, ыңғайланып отырып алған болсаңыздар, мен видеомды бастаймын. Оныншы орында Учиха Саске. Саске, яғни Учиханың ең соңғы тұяғы десек те болады. Оның IQ-і 1,156 IQ-лық көрсеткішке иеленеді. Яғни айтқанда 156% IQ көрсеткіші. Ол өте сабырлы және де өзінің алға қойған мақсаты үшін соңына дейін барады. Ол өзінің ауылын, яғни айтқанда отбасын өлтірген Учиха Итачиден кек алу үшін жастайынан бастап ерекше күшті иеленуге, ерекше ақыл иесі, яғни айтқанда сабырлық пен төзімділікті жақсы қолдана біледі. Сонымен қатар ол Оричимарудың артынан бару арқылы өзіне ерекше күш пен IQ-дың тағы бір бөлігін ала алады. Өзінің ақылдылығының арқасында көптеген нинджитсу, генджитсуларды, сонымен қатар өзінің ерекше белсенді күштерін оята алады. Сонымен қатар оның Данзоға қарсы шайқасында оның IQ көрсеткішінің небәрі төмен емес, жоғары екендігін көрсетіле алады. Соның арқасында ол Данзоны оңай жеңіске жетеді. Осылайша үлкен ерекше IQ-дің иесі Саске 10-шы орында иеленді. Келесі бізде 9-шы орында Хатаке Какаши. Ол Хатаке әулетінің соңғы ұрпағы. Сонымен қатар алғашқы шаринганды қолдана білген Учиха емес жалғыз адам. Жастайынан жасырын амбу қатарына кіре отырып, ерекше шаринганды қолдана білген Хатаке Какашидің IQ-і небәрі 1,157% құрайды. Ол 157%, Саскеден 1%-ға жоғары десек те болады. Оның IQ және оның ерекше дағдылары оны ерекше күшті етеді. Ол тек қана шаринганның күшін пайдаланып қана қоймай, ол шаринган арқылы Сусаноны оята алған Учиха емес жалғыз адам. Оның ерекше IQ-ның арқасында ол көптеген ұрыстарды өзінің еншілігіне сақтай алады. Ерекше ойлау дағдылары оған ерекше техникаларды оңай үйренуге көмек берді. Яғни айтқанда Чидори техникасын алға тартатын болсақ, ол техниканы бар болғаны 10 күннің ішінде үйреніп алған болатын. 8-ші орынға да келіп жеттік. Саритоби Хирузен. Жасырын жапырақ ауылының 3-ші Хокагесі болған Хирузен ерекше IQ-дың күшін иеленеді. Оның IQ көрсеткіші 1,58, яғни айтқанда Какашиден 1%-ға жоғары, 158%-да есептейді. 83 жасқа дейін өмір сүріп, ерекше IQ мен сонымен қатар ерекше күшті иелене алған Саритоби Хирузен өзімен бірге Данзо секілді жасақтарды жинап, Учиханы қыруға Итачиге көмек берген. Сонымен қатар ол әйгілі 3 санинді дүниеге алып келді. Яғни айтқанда әйгілі 3 санинді керемет идеологиялар мен керемет техникаларды үйретті. Сонымен қатар оларға көптеген жануарлармен бірге печат істеуге болатынын көрсете алған жалғыз адам. Ал 7-ші орында Намикадзе Минато. Ол өте керемет дарынды 4-ші Хокаге десек те болады. Оның 1000 шинобиге қарсы тұрып және одан аман алып қалған кезі оның ерекше IQ еліктерін, сонымен қатар Обитоға берген соққысы оның ерекше дағдылары мен IQ-ды қолдана алатындығын көрсетеді. Өзінің өмірінің құны мен ауылдың мүддесін қорғап қаралған Намикадзе Минатоның IQ көрсеткіші 1,168, яғни айтқанда 168%-ды құрайды. Ол өзімен бірге керемет техникаларды ойлап шығарған болатын. Яғни айтқанда негізге ала отырып Расенган техникасын айта аламыз. Үлкен жарылыс жасай алатын Расенган техникасының негізгі күші ауа ағындарының, яғни айтқанда қысымдарды реттеу. Бұл затты ойлап табу үшін оған небәрі 10 күн уақыт кеткен болатын. Сонымен қатар бұл ерекше техниканың дағдыларын аша білген және ең керемет техникаларды қолдана білген жалғыз адамдардың біріне айнала алды. 6-шы орынға да келіп жеттік. Бұл Кабуто. Біз Кабуто мен Нарутоның алғашқы серияларынан бастап, яғни айтқанда Чунин экзамендерінен бастап таныспыз. Ол Оричимару Санинмен бірге жүрген кезде өзінің керемет IQ бар екенін сезіне алады.
Жастайынан ерекше IQ-ды қозғала білген және де ерекше IQ-ды пайдалану мақсатында Орочимаруды алдап түсірген көптеген Орочимарудың жасырын техникаларын өзіне ұрлап ала алған жалғыз адамдардың біріне айналған бұл ерекше персонаж ең ерекше медиктердің біріне де айнала алды. Тек қана керемет техникалардан бөлек ол ерекше техниканы ұрлай алды. Ол техника өлелерді тірілту техникасы еді. Бұл техника арқылы Кабуто өзінің 4-ші шинобилық соғыста керемет көрсете алған болатын. Көптеген эксперименттер оған ерекше IQ жүйесін дамытуға көмек бере алды. Яғни айтқанда оның IQ жоғары дәрежеде екендігін тіпті Итачи онымен кездескен бойдан сезген болатын. Кабутоның арқасында 4-ші дүниежүзілік соғыста Обито өзіне көптеген басымдылық ала алды. Яғни айтқанда бұл жерде Кабутоның маңыздылығы және оның IQ-ның күшті екендігі айтылады. Ендеше топ 5-ке де келіп жеттік. Табирама Сенджу көптеген мықты техникаларды құрастыра білген ең алғашқы адамдардың бірі де және бірегейі болған. Жастайынан Учиха әулетін жек көрген Табирама оларға қарсы көптеген техникаларды ойлап шығарған. Тіпті ең танымал техникалар клоундау техникасы, сонымен қатар адамдарды қайта тірілту техникасы және де ерекше суйтун, яғни айтқанда су техникаларының көбін Табирама өз ойынан шығарған. Яғни айтқанда оның IQ ерекше. Оның IQ көрсеткішіне келер болсақ, ең ерекше IQ көрсеткіші дәл сода деп есептеледі. Себебі оның IQ 258, яғни айтқанда бізде Хакашиден, сонымен қатар басқа да Минато секілді керемет IQ иелерінен 100% десе артық. 4-ші орында Шикамару Нара. IQ-ның ең жоғары көрсеткішін есептелген 260%-ды құрайтын Шикамару Нара тіпті өлмес Хиданды өлтіре алған. Жастайынан таланттылығы мен керемет IQ иесі екендігін біле алған Асуманың арқасында көптеген ұрыстарда қолбасшылық қызметті атқарып, керемет соғыстардың куәсіне айналған және де ең керемет жарық жұлдыздарына болды. Егер де ода керемет техникалық күштің, яғни айтқанда Нара әулетінің керемет техникалық күшіне ғана емес, сонымен қатар басқа да техникаларды иелене алатын болғанда, оның ерекшелігі оған қарағанда 100%-ық көрсеткішке, яғни айтқанда 360-қа дейін асуы мүмкіншілігі 100%-ды құрайтын еді. Яғни айтқанда сюжетте басты кейіпкер Нара Шикамару болып кетуі мүмкін еді. Ал ендеше топ 3-ке оралайық. Топ 3-ші орында Зетсу. Ол өте керемет және IQ-дың ең ерекше үрдісіне жеткен алғашқы адамдардың бірі болды. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін, бұл топта неге Мадара мен Обитоның IQ-ы есептелмеген? Олардың IQ-лері жоғары, осыншама қаншама соғыстың куәсіне айналған және осыларды бастаудың себебін құра білген. Бірақ ол барлығын басқара білген Зетсудың соғыстың куәсі болған еді. Яғни айтқанда Мадараны және де Обитоны осы соғысқа итермелеген және оның өз мақсатына пайдалана білген Зетсудың IQ-ы болып есептеп жібердім. Сол себептен бұл топта Мадара мен Обито жоқ. 2-ші орында Учиха Итачи. Көптеген балалардың арманы ерекше сабырлық пен ерекше IQ-дың күшіне, яғни айтқанда өзінің бауыры үшін бүкіл жұртты, өзінің әулетін қыра алған ерекше жан. Саскені өте дарынды және әрі күшті болу үшін оны кекшілдендіріп, ерекше генджитсуға түсіріп, өзі Акацуки ұйымында керемет қызмет атқарып, ауылдың сырттай қорғап жүрген ерекше жандардың біріне айналды. Чакраның аздығынан оның күшінің негізгі бөлігі есептелмеді. Егер де Итачиде чакра көп болғандықта, ол көптеген жерлерді оңай бағындыра алатын еді. Итачидің көзінің, яғни Шаринганның күшіне ғана емес, оның IQ-ның күші және оның ерекше техникалық дағдылары оны ерекше әрі мықты тұлға етеді. Ол өте сабырлы және Акацуки ұйымында өзіне керекті ұйымның ең басты бөлігінің бірі ретінде Кисамені өзінің қасына ертеді. Сонымен қатар оны ерекше әрі күшті еткізетін керемет құралдарды ойланады. Оның ессіз деп жасалған істерінің артында үлкен мағына жатыр. Тіпті Нарутоның ішіне қарғаны, яғни айтқанда Шисуидің көзі бар қарғаны салу арқылы Мадарадан сақтанған болатын. Ендеше 1-ші орынға да келіп жеттік. 1-ші орында Оричимару және де Амадо.
ерекше дарынды және көптеген эксперименттерді жасай алатын бұл екі персонаж бір-біріне ұқсас келеді және олардың ерекшеліктері олар өте өмірлік өмірлік эликсирді таба білген алғашқы адамдардың бірі болды. Орочимару өлімнен қорықты, сол себепті ол өлместік эликсирді жасап шығара алды және ол өзіне өмірлік эликсир, адамдарды жиі қолдану керектігін түсіне бастады. Оның эксперименттері оған ерекше нәтижелерді берді. Сонымен қатар ол өзінің мүддесі үшін ауылды сату арқылы ерекше күштің иесіне атанды. Табираманың көптеген техникаларын ұрлау арқылы өзіне өлместік эликсирді жасап шығара алды. Ол адамдардың күшін алу арқылы өзінің өлместік эликсирін жасай алды. Саске, Кабуто секілді Орочимарудың қасында жүрген шәкірттері арқылы Орочимару өзіне көптеген күш ала алды. Олар ол үшін жай ғана донорлар. Ал Амадо болса Боруто анимесінде көрсетілген ең IQ жоғары адам десек те болады. Оның IQ жоғарылығы соншалық ол көптеген адамдарды өзінің мақсатына пайдалана алды. Оларға ерекше күш беріп, жаңа технологияларды оңай пайдалана білді. Орочимару ескі әдістерді қолданса, бұл жаңа әдістерді қолдану арқылы IQ-ін жетілдіре берді. Осымен видеомыздың соңына да келіп жеттік. Видеоны соңына дейін қараған жандарға мыңда бір рахметімді айтамын. Арнаға тіркеліп, лайк қойып, комментке келесі қандай аниме жаза кетіңіз. Қазақша контентті бірге дамытайық.